Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Сіздермен бірге ауыл әлемі арнасы. Қарасаңыздар, нөсер жаңбыр қатты құйып кетті жаңа Ақтөбе облысында. Бүгін 24 сәуір 2026 жыл. Енді күн бұлтты, кейбір жерлер ашық. Көріп тұрсаңыздар, қайтадан жабатын сияқты. Енді көбісі айтып жатады ғой енді. Құрт неге қымбат, тағы не айтуға болады, май неге қымбат деген сияқты. Соны сіздерге көрсетіп жіберейін, неге қымбат болатын. Мынау міне жаңа жаңбыр болғасын, міне жаңбыр болғасын мына жерден алып тастадық. Енді жаңбыр қойды, мына құртты ілеміз. Себебі жел кеп тұру керек, сәл күннің көзі деген сияқты. Мына жерге былай қайта міне іліп қоясың да, себебі ілмесеңіз көлеңкеде тұра берсе, онда ол құрт болмайды. Құрт кеппейді біріншіден. Сондықтан осылай міне мынандай мынаның енді замогы істемей қалған, былтырғы сетка ғой мынау деген. Қазір шыбын жоқ сәуірде. Сондықтан да ашық тұр, жаңасын алу керек. Міне күннің көзі шықты. Ал міне құртты осылай жаямыз. Алсамыз ғой, жаңбыр болады, қайттан кіргіземіз. Дауыл, жел болса, шаң көтерілсе қайттан кіргіземіз да. Осындай қиыншылықтар бар. Біреулер айтуы мүмкін, неге қымбат деп. Енді осындай маңдай тер, енді ешкім бізді зорламайды олай істе деп, құрт жаса деп. Бірақ та кейде осылай сүтті ысырап қылмай осылай жасап жатады анамыз. Сосын қымбатына сатады. Алғысы келетіндер алады енді. Алғысы келмесе өзіміз жейміз. Неге қымбат, неге деген нәрсеге сұраққа бір жауап ретінде айтып жатқаным ғой. Енді кім қалай түсінеді, басқаша ойым жоқ артық. Солай қысқасы. Осылай міне. Андай қорғайсың ғой кәдімгідей. Енді шаң тиіп жатады енді. Кейде үлгере алмай қалып жатасың, оны қағада шаңынан тазартасың деген сияқты. Сондай нәрселер бар. Ауыл шаруашылығы өнімдері таза табиғи болғаннан кейін, қоспасы жоқ болғаннан кейін қымбат болу керек деп ойлаймын, мен жеке пікірім, бұл дұрыс. Жаңбыр жақсы жауып кетті, не де болса. Күн тамаша, шаң жоқ. Қанша жел болса да шаң көтеріле алмай тұр, ылғал көп болғаннан кейін. Анам қалаға кетіп қалғаннан кейін, жол жүріп кеткеннен кейін мына жерлердің бәрі қаңырап жатыр. Анамның офисі ғой мынау деген. Мынау істеген құрттары міне. Осыны да жаңа кіргізіп қойдым. Мынау деген жақында жасалған құрт қой. Бүгін жасалған құрт сол. Бұл әлі кебу керек, әбден кеуіп кішкентай болып қалады ғой, ішіндегі суы кетіп қалып. Осылай ең басында үлкен болып көрінеді. Ал мынау міне анамның мәйегі жасаған. Мәйекті білетін шығарсыздар. Бұл жалпы қойдың ұлтабарынан жасалады. Ашытқы дейміз, ұйытқы дейміз бұны. Міне мынаның іші деген осылай болып жатыр. Иісі де басқаша. Бірінші рет көрген адамдар шошуы мүмкін бұл мәйектен. Мәйектің қызметін білетін шығарсыздар, әсіресе апаларымыз, әжелеріміз, аналарымыз білетін шығар. Бұл тез ұйытады, сүтті өте жылдам ұйытады. Соған септігін тигізетін ұйытқы. Ашытқы дейміз ба, ұйытқы дейміз ба, солай. Осылай еңбекпен келеді әр нәрсе. Мәйекті көбісі білмейтін шығар. Қазіргі жастар әсіресе
Мен енді анамның қасында көп жүргеннен кейін осылардың барлығын сұрауға тырысып жатамын. Ертең міндетті түрде болашақ жарыма айтатын боламын осы турасында. Солай. Міне жаңбыр басталды қайтадан. Ана құртты қайтадан кіргізу керек болып тұр онда. Мәссаған. Мынау жаңбыр тисе құрт езіліп кетеді. Ал міне. Бүгін шығармау керек сияқты бұл құртты. Қайтадан кіргізесін солай. Жаңбыр жауып жатыр, міне көріп тұрсаңыздар. Жаумайтын шығар деп едім, ашық болғаннан кейін. Ал міне жаңбыр құйып жатыр, әне. Тауық жүр мынау. Жаңбырда. Тоңбайды екен өзі. Осылай, құрметті достар, ауылдың тіршілігі осындай. Құртты аласың, кіргізесің, себебі анам болмағаннан кейін осындай шаруамен айналысамыз. Мәссаған. Қатты құйып жатыр. Құрттың бағасы қанша деп ойлайсыздар, килограммы? Сіздің өңірде қалай? Сол турасында міндетті түрде комментарийға жазыңыздар ойларыңызды. Сіздермен бірге тағы да ауыл әлемі арнасы. Келесі кездескенше сау болыңыздар.